Армысың алталашым, қасиет қазақ халқым. Бүгін 29 мамыр 2025 жыл бейсенбі сағат 2-ден асты. Алматы қаласының әкімдігіне кеп тұрмын. Міне 15 күн болған жоқпын. Кеше алдың күні шыққан болатынмын. Ана Нұрзынданнан, Назарбаевтың, ана Тоқаевтың Нұрзынданнан жаңа Қазақстан міне болып жатқан нәрсе. Одан хабардар шығарсыңдар, қасиетті қазақ халқы. Осындай сұмдық болып жатыр. Міне жаңа Қазақстанды Тоқаевтың құрған. Алдында ғана жария қылған 9 майдың алдында, мамырдың алдында. Ойбай біз анау бессмертный полк дейді, әлгі орыстардың ту ұстап, әлгі шалдарының, аталарының, апаларының суретін ұстап шұбырып жүретін. Оны жүргізбейміз, оны айыппұл саламыз деп бұлар ағынан жарылған болатын. Бірақ та ақырында сол орыстар жүрді, туды ұстап, қиқулап, айқайлап, сонда болып атқан міне. Көрдіңіздер ма, не болып атыр міне? Ай дейтін аза жоқ, қой дейтін қожа жоқ, үйдің ішінен үй тігіп, міне қызыл туды желбіретіп, кәдімгідей ана қызыл тряпкаларын. Мен қарағанда тыйған болатынмын, қасиетті қазақ халқы. Бірақ та мына Алматының әкімдігі сөзінде тұрмайды екен. Ақпаратты берді, ойбай біз ешкімді жүргізбейміз, ешқандай болмайды деп. Барлығы жүрді көз алдымызда міне. Содан мен ашуланып, ана бір орыстың автомат асынып алып, ту кемімен кетіп бара жатқанын тоқтатқан болатынмын. Туын жықтым да жолып лақтырып тастаған болатынмын. Міне сол үшін міне көпе көрнеу мен жұмыстан алып кетіп, міне 15 суткаға қамады. Міне сол болып жатқан нәрсе. Міне ешқандай жаңа Қазақстан жоқ. Сондықтан да қазір міне мен 15 күн болған жоқпын. Қолма-қол әкімді айырбастай қойған екен. Қазір ана Досаев деген жоқ. Міне қазір кіретін боламыз. Мына ішінде не болып жатыр? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Асқар Бақадыр, Қазақстанның ұлт жанашыры. Әкім қайда? Әкім. Кім қазір әкім? Салам алейкум. Әкім кім міне жете? Досаевтен қайда? Желтоқсан жағына барасыз аға. Желтоқсан жағына барасыз. Досаев бар ма негізі? Иә, сол жақта бар. Әлде таспыр кетіп қалды ма мына жерде қашып? Сырт жаққа барсаңыз болады. Желтоқсан жағына. Жақсы. Міне болып жатқан жаңа Қазақстан. Ешқандай жаңа Қазақстан жоқ міне. Көрдіңіздер ма, не болып жатыр? Мен бұларға баяғыда айтқам. 2000 жылға дейін сендер кішкене аяқтарын тартып, жолмасты қалмасқа қимыл әрекет жасадыңдар. Мысалға. Бірақ 2000 жылдан кейін қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Сендерден ұят кеткен. Қазақта 11 жылы атып алдыңдар. Жаңаөзенде. Одан кейін міне ойларыңа келген істеп жатсыңдар. Анау аты өзгерсе де заты өзгерген жоқ деген сияқты ғой мынау. Әкімді айырбастаған не пайда ол? Анау Досаев бәленбай жыл ұрлап кетті міне жеті міне. Енді мынау келді міне басқа. Сатып алды дей ма? Қазір көреміз міне. Ол немене сатып алды? Ол қайдан келген сатып алды міне. Анау менің анау 15 күн жатқаныма жауап берсін. Мен саясаттан басқа экскаваторда жұмыс жасаймын. 20 мың жұмысына кіргем. Сол жұмыс киіммен мені Нұрзынданға апарып қамады мені. Сонда не бұл? Мен ана қылмыскерлерді тоқтатқаным үшін сонда мен жазаланады екем. Міне. Қызыл анау тряпка ана туларын іліп алып, кәдімгідей төрменікі деп талтаңдап сонда бұлар өстіп жүреді екен. Алдында ғана жарлық істеген сол Досаев. Ойбай ондайлар шықса мен бұларды қамайым деп. Кәні қамағаны. Біздің өзіміз қамап жатыр мысалға. Біздің өзіміз қамап жатыр ғой. Қазақтарды қамап жатыр міне. Сонда не? Бізге заттарын жинады кет деген сөз бе? Саламатсыздар ма?
Асқар Ағымбақадыр, Олжан Ашыр. Әкім бар ма? Кім қазір әкім? Досайып кетіп қалған ба? Қазір кім әкім? Сатып алды дей ма? Міне, 15 күн мен болған жоқпын, айналған қазақ халқы міне. Болып атқан нәрсе осы міне. 15 күн мен қамауға алды міне. Сол ортада міне әкімді айырбастап жүріпті. Оның ең жарайды. Аты ғана айырбасталды, заты айырбасталынған жоқ міне. Құдай біледі, сол әкім міне келіп тұрған. Халықтың мұң-мұқтажын ойлайтын әкім емес, міне кәдімгідей тағы бір жемқорды алып келді міне жерге. Ішкі саясаттың кім бар? Шақырып берді алай маған. Мен қазір көрсетемін сендерге. Бытшыттарын шығарам тура. Қарашы өздерін. Орыстар талтаңдатып қойғансыңдар ана жерде қызыл туды желбіретіп. Үйдің ішінен үй тігіп. Не бұл сонда? Мына жер Қазақстан ба, ана Мазақстан ба? Орыстан болып кетті ме? Таза. Кім бар ішкі саясаттан? Шақыршы. Ана қыздар қайда секең деген? Ана күн ойбай Жарылқайым деп еді ғой, ана кім деген? Айтолқын. Ақтолқын бет. Жылдам шақырмаған. Мен анау ақшамды төлеп берсін мені 15 күндік. Анау жалмауыз, екі жалмауыз отыр ғой. Назарбаев пен Тоқаев деген. Мынадай майбидайдан кете ме бұлар? Халықтың қанын сүріктей сорып. Қайда кетіп қалдың, Жылдам кел мұнда. Қарашы үйдерін. Қолға орай кіре беріңіз ағай, күтіп алады алдымыздан. 111 ма? Ана жол кіріп едім. Саламатсыз. Саламатсыздар ма? Кім бар, қыздар? Сәлем, ішкі саясаттан кім бар? Тез жылдам шақырыңдар бұл жерге. Мен 15 күн болған жоқ, мен өзі әкімді айырбастап жүргенсіңдер ме? Не сұмдық бұл? Бізді қамақ қояды екен. Ана жол кіріп сендерге айттым ғой, қыздар. Өздерің жария еткендей осы Досайып қайда? Мен қазір содан сұраймын мені. Қалай сонда мені? Жария етеді екенсіңдер мені. Бессмертный полк болмайды, ештеме болмайды. Қайда өзі? Ішкі саясат, ана кім қайда? Ақтолқын бет, Айтолқын бет. Жылдам шақыр, телефонды алмайды өзі. Жылдам келсін бұл жерге. Қара өздерін. Міне осындай сұмдық болып жатыр мен. Көрдіңіздер ме? Сонда қалай бізге ғана қазаққа жұмыс істей ме? Сонда ана заң? Жоқ заңның өзі сонда қалай бұл? Орыстар талтаңдап жүреді екен. Ана қызыл туды астына бап. Не жерде? Мына қазақтың сайын даласында. Біз сонда қамалады екенбіз міне. Бұл немене сонда? Мынау ел сонда кімдікі? Айтыңдаршы маған. Орыстардікі ма? Ана не? Енді кім жібереді? Мен сұмдықтым, мына сұмдықты мен тоқтатам міне. Мен 15 күн отырдым мына Нұрзынданда. Мен тоқтатам мына сұмдықты. Мынау екінші сепаратизм жасап жатыр, мен Қарағандыда мен тыйғам оны. Мен 3 жыл болды тамаша мен әкімдікпен бірге. Ешқандай ту жоқ, көк жалаумен бәрі шығады міне. Мына жерде де солай болады деген, сол үшін мен аналарды тоқтаттым мен мысалға. Маған құрмет көрсетудің орнына мен Тоқаев сонда получается қамап тастады 15 күнге. Мен мұны тиям, айналайын қазақ халқы, мына сұмдық болып жатқан мен. Мынау ешқандай миға қонымсыз мен.
Алдында 8 күні, міне Досаевқа мен 7 күні келіп кеттім. Одан 8 күні келдім де 28 панфиловшылар саябағына барғам. Өзім көзіммен көрдім, бәрі көкпен көк. Мен бұларды мақтап кетіп жүрсем, ертеңінде мен қамап отырмын. Қалай түсінуге болады мен? Мен аналар тоқтатып отырсам, не істеп отырсыңдар сіздер? Сонда мынау қазақ билігі қазаққа жау болып тұр ма? Мен түсінбей тұрмын. Айнала қазақ халқы. Қалай болып тұр мынау? Алло, жаңа сіздерге адам келеді, письмо алып. Әлі күтіп тұр, қашан түседі дейді. Аха, жақсы. Мен сөзім жоқ. Міне 15 күн уақытым сарп етті міне. Экскаваторный жұмысқа шыққам 20 мыңнан. 2 күн жұмыс істеп едім, жұмыстан алып кетті міне кір киіммен. Сондай оңбағандыққа барып тұр міне. Не деген мынау жеркенішті мынау биліктің іс-қимылы міне. Енді Қарағандыға звондасам 5 досымды о жақта қамап тастапты міне. Жай өзіміз шай ішіп, жай өзіміз сөйлесейін деп со жақта жиналайын дегенбіз. Мен өзім Алматыдамын жарайды. Олар да қамауда жатыр. Сонда мынау не болып тұр сонда мынау? Бізге жай отыруға шай ішуге болмай ма, сөйлесуге болмай ма, елде не болып жатыр? Мысалға жүректеріміз ауырады, иә? Сын зөлмей, мін зөлмейді дейді. Әй Тоқаев, сен не істеп жатсың сен өзің? Айналайын. Мынау сталинский репрессиядан артық болып кетті ғой мынау. Бітті былай логика бар ма басыңда? Не істеп жатсың сен? Ешқандай терроризм емес, не емес, жай шай ішіп, жай Қазақстанның адамдары сөйлескісі келген. Мысалға, ешқандай қылмыс жоқ, қару жоқ қолдарында. Қолма-қол аласыңдар да қамап тастайсыңдар. Мен мына жерге келіп тұрмын, мен ешқандай қару жоқ, мен сөйлесейін деп отырмын сендермен. Диалог дедің ғой, өзің айттың ғой басында. Диалог құрамыз міне. Сөйлесеміз дедің ғой, слышащий государство құрам дедің ғой, Тоқаев. Не істеп жатсың сен? Сен дипломатсың, 5 тілді білесің міне. Мен 3 тілді білейін жарайды. Ақылды деп басында қазақ халқым, ақымақ халқым шатасты ғой сені. Қайда диалогың? Айтшы маған. Міне. Мен қазір міне босап шығып тұрмын. Түрмең дейтін түрме емес ананың ішінде. Бәрі ескі міне, 70 жыл болған. Тамақ емес. Насымдықты тоқтатамыз біз. Айналайын, біз қорқытпай қой сен. Сын зөлмей, мін зөлмейді. Біз айтамыз сынды. Біз енді аналарды тоқтатсақ, сендер тоқтата алмаған нәрсені міне. Сепаратизм тоқтатып тұрмыз біз. Үйдің ішінен үй тігіп, не деген масқара мынау? Ресейдің жалауларымен олар мына жерде жүреді екен тайраңдап. Біз сонда көк туымен жүре алмайды екенбіз. Сонда не, мынау ел кімге керек сонда? Айтыңдаршы маған. Қазақтың жері ма, мынау қай жердің жері мынау? Магнумнан ол ана жігітті шығарып тастадыңдар. Қазақша сөйлеп қойдың деп. Тағы мен шықтым міне. Бір-екі адам міне. Қазақ тіліне шабуыл жасамаңдар, тоқтатыңдар деп. Бізге әлде заттарын жинап кетіңдер деп тұрсыңдар ма? Тоқтатыңдар. Мына қылмысты әрекеттерін тоқтатыңдар. Мен сендерге қазір әкімдікке тағы келіп тұрмын, абақтыдан кейін, заңсыз абақтыдан кейін шығарып тастадыңдар, бүйтіп күшік құсатып. Не справка берген жоқ қолыма. Отырғаным жайлы. Әрине сендер жасырасыңдар. Өйткені Еуропарламент біледі бізді, тізімде тұрмыз біз. Міне, болып жатқан нәрсе. Қазақ халқы айналайын. Масқара болып жатыр. Мен мынандай сұмдықты көрген жоқпын шетелден. Өз елінің патриотын ананы тоқтатып тастаған, рахмет айтудың орнына өзімді қамап тастайды екен. Қалай сонда? Ана кімге айтқан мен, Айдар кім ішкі саясат бастығы қайда? Кел деп не жерге? Айттың ба айтып отырғанға? Айттым. Келсін деп.
міне ауырып шықтым міне ана ішінде анау абақтысында отыруға мүмкін емес міне күн салқын қазір Алматыда ана өзі 2 этажды түрме міне кезінде салынған ана кеңес дәуірінде міне бірінші этажында бірінші қабатында біз отырдық міне 4 адам отыратын жерде 6 адам отырдық мысалға міне былай әлгі орысша айтқанда сквозняк міне жел өтіп кетті міне 15 күн ешқандай ауа жоқ міне жетіскен жетістік осы міне осы жылда не ол жаңа түрме салмаған міне қаншама қыруар ақша ұрланып жатыр осы жемқорлықпен осы Досаевтың өзі қаншама ақшаны ұрлап әкетті мына жерде міне тақиды қазір қайда кетті Досаев а көзіме көрінбей ақырында кетті міне қаншама ақшаны ұрлап қазір мынау менің жағдайымның өзіне Досаев кінәлі міне неге өйткені Досаев айтқан жарлық еткен 6 күні ма міне қыздар куә міне мына жерде отыр ғой ойбай мен беспредметный полк ештемені жүргізбеймін деп өзі жария еткен міне ол барлығы да ақпарат көздерінде ешқандай ту болмайды ешқандай не болмайды міне бәрін қамаймыз бәрін отырғызамыз кім шығады орыс шыға ма анау шыға ма қызыл туды ұстап бәрін қамаймыз деген міне қайда кімді қамады мені қамады не үшін мен олар тоқтатқан үшін сонда қайда логика қайда айналайын логика қайда сонда қазақтың азаматын қамайды екен орыстар тайраңдап жүреді екен автомат ұстап алып қолына мына сұмдықты біз тоқтатамыз мынау болмайды мынау масқара мынау болып жатқан нәрсе Тоқаев сен басқара алмайсың ба да орныңды босат сен ешқандай дипломат емессің не емессің босат орныңды жамандық болмай тұрғанда босат міне елді басқара алмайсың сен құр отырсың ән жерде қушиып не сынды қабылдай алмайсың міне не сонда халықтың бәрі үндемей жүру керек па міне елің құрдымға кетіп бара жатыр міне жерің бәрі сатып жіберіп жатсыңдар міне ресурстың бәрін сатып жіберіп жатсыңдар қытайлардың міне қаптап жүр мына жерде Алматыңда Қытаймен үндісің кімге керек ол үндістерің сенің Қытаймен қаптаған 5 тиынға керегі жоқ маған міне қазақ халқына да міне қазақ халқын сендер жарылқап алдыңдар әуелі енді уже базадан кетіп қалды әкімге прием қылмайсыз потом заново жазылу керек потому что бізде бірінші управление потом районнан кейін замаким потом аким қабылдайды Досаев жұмыстарын тастап уже кетіп қалды ма осылар өздері могут воздействовать акимат на них. міне жылмиып алып тайып тұр деп әлгі Оқап деген біздің ақын айтып еді бастық біткен байып тұр жылмиып алып тайып тұр деп солай болды мен Досаевың спокойно кетті міне қаншама миллиардтаған долларды ұрлап міне істеген түгі де жоқ не халыққа жолыққан адам емес міне не халықтың мұқтажын ойлаған адам емес міне неше кездесу өткізді халыққа не сөз бермейді 60 мың былтыр қайталаймын 60 мың қол қойған осы алматылықтар Досаев кет сен ешкім сайлаған жоқ деп ашық айтты міне сендер мен сайламадыңдар мен өзім білем мен Назарбаев пен Тоқаев сайлаған деп міне ешкім де мен алып тастай алмайды деп миығынан күліп сендер халықтың ашуына туғызбаңдар Өздеріне жаздым ғой департаментіне 85-ке. Олар маған шығып келеді. пока срок до Только мое 20 заявление июня переправили туда, да? Акимат. Мое заявление, да? да сіздікін акимат су жерге жіберген ғой міне
болып жатқан нәрсе. Абақтыда толып отырған сол бұлардың мынау ақылгөй депутаттарының шығарып қойған заңымен отырған адамдар міне. Бітті ішкені бар, бітті қымыз ішкені бар, шетінен ұстап алып отыр міне. Әлгі астындағы атынан айырып отыр мәшинесінен. 7 жылға бақандай міне. 7 жыл дейді мысалға. Сонымен, сон желеумен көбісі отыр міне. 15 күннен, 20 күннен міне болып жатқан нәрсе. Сол жаман бір таптар лас түрмеде. Сондай сұмдық болып жатыр міне. Ол заңды кім қабылдады? Ана Нығматуллин деген оңбаған сауатсыз ана Базарком. Кезіндегі спикер парламентте. Оның мынау ойлау қабілеті де жоқ ешқандай. 12-13 жылы ма әлгі жезлді анау полицейский тоқтататын. Алып тастаңдар деп шыққан сол Нығматуллин ғой, ақмақ. Одан кейін 2 жылдан кейін ойбай олар тоқтата алмайды екен, қолымен тоқтатады екен деп қайтарған Нығматуллин ғой. Айналайын қазақ халқы. Міне осындай көкелерге біз беріп қойғанбыз міне билікті, топас басқаруға. Олар ұрлағаннан басқа түк те білмейді міне. Миллиардтап ұрлап жатыр, сіздер ұйықтап жатсыздар. Тәуба шүкір, соғыс жоқ міне. Жігіттеріміз жүр міне, теке сақалды өсіріп алып. 2 жігіттің бірі міне. Нұрмешіттерден шықпай, Нұрмешіттерді байытып міне. Қоғамдық белсенді біздерге көмектесудің орнына міне. Осы ер жер үшін шырылдап, осы ұржүйемен алысып жүрген. Жарайды, ұзағынан болып кетті. Қасиет қазақ халқы. Қазір енді сол ағайт толқын тосамыз. Нағып шықпай жатқан. Эмоция деген, ашу деген. Ашу деген керемет болып тұр. Шынымды айтайын міне. Өйткені сөз жоқ міне. Қалай сонда? Бір заңды қабылдайды екен. Досаевтың өзі есі дұрыс па? Айтады екен, бессмертный дей ме, полк. Орыстар жүрмейді екен, айтты, олар қамалады, оларды жүргізбеңдер деген сөз ғой, мысалға. Қылмысты көріп тұрсаң тоқтатуың керек қой, мысалға. Бұл енді заң бұзушылықты мен тоқтаттым, мысалға. Туын алдында, е? Туын алдында сындырып тастадым мен. Басқа түк те істеген жоқпын жаман. Қалай сонда? Сонда мен қамалады екен. Олар тайраңдап жүреді екен. Міне осындай сұмдық болып жатыр. Тіпті миға қонымсыз міне. Айтолқын міне келді. Бір-бірімізді міне 16 күн көрген жоқпын. 16 күн бойы. Өйткені мен міне ешқандай жазықсыз міне қамалып кеттім. Сұмдық болып жатыр міне осындай. Неге олай сұмдық болып жатыр? Өйткені мынау әкімдік жөндеп жұмыс жасамай жатыр. Әкім анау Досаев деген міне кетті. Бітірген түгі де жоқ осы жерде. Осылай миллиардтап ақшаны ұрлап міне өзінің заңын өзі жүргізе алмай міне. Мысалға, Айтолқынға мен айтып кеттім ғой, білесіздер ғой, мен 8 күні болдым, ішінде 7 күні болдым, айттым, осындай сендер жарлық жасаған екенсіңдер. Мына бессмертный полк жүргізбейді екенсіңдер. Мен риза болдым. Содан 8 күні бардым Панфиловқа. Көкпен әшекейленген бәрін сол жерден мен мақтадым әкімдікті. Енді соны мақтаған әкімдігім ертеңінде мен қамап тастап тұр. Ананы тоқтатып едім тумен. Өйткені оның бәрі енді шынымен де жария еткенсін ана Досаев. Оның бәрі заңсыз ғой. Мен тоқтатайын, полициялар тоқтатсын. Енді полициялар тоқтатпай тұр, сіздер көріп тұрсыздар. Әрине мен тоқтаттым. Мен айттым, сендердікі заңсыз дедім. Өйткені Досаевтан осындай жарлық болған. Болды ма? Айтолқын. Болды ғой ондай жарлық. Жүргізбеу туралы о кісілерді. Бәрі көк тумен болу керек, көк көмкерілген, солай болу керек деп болды ғой сонда. Ақпараттарға салдыңыздар. Сондықтан да мен ананы тоқтаттым, мен айттым, ты что делаешь, не істеп жатсың? Останови акцию. Тоқтат. Асқарға мен сізге алыңғы жолда айтқаным, мен сізге ондай ешқандай информация бере алмаймын. Мен канцелярияда жұмыс жасаймын. Мен бермесең де мен бәрін білемін. Иә, мен сізге сол кезде түсіндіріп айттым. Мен сізді басшымен жеке кездесуге ғана ұйымдастырып бере аламын деп. Жарайды, хорошо, міне. Мен қазір жазықсыздан отырдым, е?
міне қара, жазықсыздан. Сендер сондай жарлықты жасағансыңдар. 6-7 күні мен YouTube желісінде көрдім. Сондай айтылды. Анау орысы болсын, кімі болсын, қызыл ту ұстап, бессмертный полк деген жүрмейді. Айыппұл салынады, қамалынады деген ақпарат бар көзінде. Мен алып шығуымызға болады қазір. Досаевтың айтқаны. Мысалы, қала әкімі сол ғой. Дұрыс па? Иә. Соны мен тоқтаттым, мен неге тоқтатпаймын? Өйткені көріп тұрмын ғой, заңсыздық. А неге мен қамалуым керек 15 күнге? Аналар тыңдамаса, заңға бағынбаса сонда. Сендердің мынау әкімдік сендер ғой заң, мынау биліктің бір тармағы. Әлде олар сонда мына жерде билік мынау бізден де биік болып тұр ма? Біз сонда қазақ ешкім болмай тұрмыз ба? Мен түсінбей тұрмын. Тоқтатқан адамды марапаттаудың орнына мен алдыда 15 күнге қамап тастады. Кеше алдың күні бүйтіп шығара салды. Мен справка да берген жоқпын ана түрмелер. Ішінде тұруға мүмкін емес мен. Тамақ емес мен. Ішін ремонттап жатыр. Неге жаңадан ақбақ салынбайды? Қаншама миллиардтаған ақша ұрланып жатыр. Асқар ағай, мен сізге айтып тұрмын ғой, мен сізге ондай ешқандай информация бере алмаймын. Бастықтарың қайда қазір? Айдар. Бастық Айдар Ахымжанов дәл қазір сізді қабылдай алмайды. Айдар Ахымжанов сізді өткенде сол сіз сотталып кететін күнде мен сізге звондадым ғой. Иә. Келіңіз деп. Ол кісі сізді сол кезде күтті. Айдар Ахымжанов сізді қазір қабылдай алмайды. Ол Қашан жерде қабылдайды? қазір әкім ауысқаннан кейін ол кісілер совещание қазір күнделікті болып отыр. Сізді мен жаңа даже Айдар Ахымжановтың кабинетіне барсам, ол кісілер совещание кетіп қалған деп жатыр. Приемныйға бардым. Ол кісі дәл бүгін сізді қабылдай алмайды. Оның үстіне сосын мен сізге алдында айтқанмын, бізде жеке қабылдау күндері әр вторник күні болады деп. Бүгін бізде вторник емес қой. Қабылдасын онда білмеймін. Вторник күні бізде басшы төменге қарай жеке қабылдауға. Қабылдасын мені. Мен Қабылдасын, тағы да сосын кіріп не? айтайын, сізге тағы хабарласам. Жаңа әкімге де айта сал. Мен қабылдасын. Мен ол әкімнің приемныйында жұмыс жасамаймын ғой. Бәрібір қой тұр, бір жүйелесіңдер ғой. Мен айтқаным ол жаққа жүрмейді ғой Асқар аға. Мені түсінсеңізші, мен просто Жарайды, өзі кімге кірейінші өлі Айдарға. Айдар Ахымжановичқа мен тағы Келесі сейсенбі мені нетіп қой. Мен қазір Алматының осы аумағында жұмыс жасаймын. Экскаваторда. Мен қазір өзі айтылған өзің ойлашы, мен жаңа ғана мен жұмысқа кіргем 15 күнде, мысалға 20 мыңнан экскаватор, мен саясаттан басқа экскаватор жұмыс жасаймын, мен халықтан ақша сұрай қоймаймын. Қазір мен ақшасыз қалдым. Ана комнатамды алып қояйын деп отыр, түсінесің ба? 65 мың. Масқара болып тұр міне. Мен 2-ақ күн жұмыс істедім, сол жақтан мені алып кеттім мысалға. Жұмыс киіммен. Жұмыс киіммен мен алып кеттім. Жұмысым істеткізбей қойды мені. 15 күнде мен 300 мың ақша табатын едім. Мен қазір не болып тұр сонда? Бұл Досаевтан мен қалай сұраймын? Кінәлі сол ғой. Сотқа беремін мен Досаевты. Енді мен сізге Асқар аға шынымен ешқандай информация бере алмаймын. Сізге мындай болды, бұл былай деген сияқты. Ешқандай информация бере алмаймын. Жарайды, жақсы. Мен Тұра басқаша берейін, иә, күресем. Келесі жұмаға маған Айдарды кездестіріп беремін. Давай, жақсы. Жақсы айналған қазақ халқы, міне осындай әңгіме болды. Енді мен бұларды қоймайын. Мына Досаев деген анау оңбағанды, міне. Мен сотқа беретін боламын. Осы қылық үшін, осындай сұмдық жағдай үшін. Назарларыңызға рахмет. Асқар Арғын Бақадыр, Олжан Ашыры. Қош саламатта болыңыздар. Аман болыңыздар. Қазағым үшін қызмет етемін әрқашанда.